Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Есімім Назира. Қыздар, бүгін сиырдың етінен сочный, нежный болып пісетін стейк пісірудің рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, керемет тағам. Бұл тағамды дайындау үшін мен магазиннен барып 2 түйір ет алдым. Сиырдың омыртқа еті және маринадқа сұйық май, соевый соус, горчица, чеснок, пияз қажет болады. Енді соевый соусымды ыдысқа құйып, оның үстіне сұйық майымды құямын. Сосын бір ас қасық горчица саламын. Мендегі горчицаның порошогы. Егер сізде дайын горчица болса, соны қоссаңыз болады. Чеснокты майдалап турап дайындап алдым. Чесногымды қосамын. Пиязды блендерден өткізіп, пиязымды да майдалап дайындап алдым. Енді бұл пиязды блендер болмаса, ет тартқыштан, не болмаса, үккіштің майда жағынан өткізіп алсаңыз болады. Осылай маринадымды дайындап алам. 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық тұз қосамын. Жақсылап дайындап, дайын болған маринадымды етке жағып, еттің бүкіл жеріне маринадты әдемілеп тұрып жағамын. Негізі бұл тағамды етсіз жағы қара кесек еттен жасаса да болады. Мен осындай сиырдың омыртқасын алдым. Бүкіл жеріне жақсылап жағып шығамын. 2 кесегіне де жақсылап жағып, бетін жауып, 1-2 сағатқа қойып қоямын. Ет күштілік маринадталу үшін 2 сағатқа қойып қоямын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Осылай бүкіл жеріне жағып, бетін жауып қойып қоямын. Кем дегенде 1-2 сағат тұру керек, қыздар. Мінекей, менің етім маринадталды 2 сағат. Енді осы етті ең алдымен табаға кішкене майды құйып жіберемін. Және 2 бөлік чеснокты осылай бүтіндей салып, кішкене рукола көкөнісын салып жіберіп, негізі осы чеснокпен шөп рукола етке күшті хош иіспен әдемі дәм береді. Және тмин салып жіберемін, үстіне кішкене тұз сеуіп, жақсылап тұрып, 2 жағында қызартып қуырып аламын, қыздар. Егерде үйіңізде розмарин болса, розмаринді салсаңыздар, керемет етке әдемі хош иіс береді. Мен просто магазиннен таппадым, бүгін барып іздегенім, ары-бері таппадым. Мінекей, осылай қуырып, шет-шетін, жан-жағын, бүкіл жағын қызартып қуырып аламын. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Осылай бірінші 1 кесегін, екінші кесегін мен сковородкам кішкентай болғандықтан екеуін бөлек-бөлек қуырдым. Егерде сіздің табағыңыз үлкен болса, 2 кесекті сразу бірден салып қуырып алсаңыз да болады. Енді қуырып алған етті противенге пергамент қағазын төсеп, духовкада 180 градуста 40 минут пісіріп аламын. Енді бұл тағамды әрбір адам әртүрлі жегенді жақсы көреді. Кейбір кісілер арасы сәл шикілеу болып, қаны шығып тұрған жақсы көреді. Кейбір кісілер таза піскен жақсы көреді. Мен таза піскенін қаладым, сондықтан духовкаға салып, тағы да пісіріп алдым. Мінекей, мен тағам дайын болды, өте керемет, сочный, жұмсақ, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Әдем болып пісіп шықты. Осы тағамды сізге жасауға кеңес беремін.
өте керемет дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымда күнделікті тәтті, дәмді рецепттер шығады. Сол үшін, сол рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Қараңызшы, қандай керемет. Ауызашарға осы тағамды жасасаңыздар болады. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз. Рецепттің толық мөлшерлерін төмендегі описание бөлімінде қалдырып қоятын болады міндетті түрде. Менің каналымнан алыстамаңыз. Аман болыңыз.